Бірінші мен сөйлесетін алдында айтайын деп жатқаным, толық түрде позициямызды білдіріп алсақ. Мен мысалы Ханафи мазхабының матуриди ақидасымын. Және мен просто сенімен сөйлескен кезде жалпы әлемді бекітемін ба, бекітпеймін ба, сен деистсің ба, жалпы атеистсің ба, соны біліп алайын дегенім ғой. Атеистпін, иә. Атеистсің, да? Содан кейін кім ақылтай құжаттарға келісіп алсақ қалай болады екен? Келісіп алайық. Иә. Мысалы, сен ChatGPT қолданасың ба, қолданбайсың ба, әлде қандай бізде негізі әйтпесе екі адам екі жақтың дәлелін қабылдамай тұрса, онда құжат вообще негізі диспут болмай қалады да. Сондықтан да менің құжатым сенде бір авторитеті болу үшін, сенің құжатыңның мен мойындалуым алуым үшін келісіп алайық құжатқа, иә? Иә. Бес сезім мүшесі, иә? Көру, есту деген құжат ретінде қабылдаймыз. Эмпириканы. Одан кейін ақылды. Эмпириканы, Иә. Құдайды танудың, Құдайға жетудің, Құдайды шындық деп қабылдаудың жолы эмпирика ма? Эмпирика ақиқаттарды таба алатын идея негізінде құжат ретінде деген ғой. Оған қазір енді келеміз. Құдайды танымау енді келеміз да, просто құжат, не құжат? То есть эмпириканы қабылдайық, одан кейін дедукцияны қабылдайық, иә? Қалай, келісесің ба? Ақылтай? Иә, болады. Болды. Демек, эмпирика және не құжат болсын. Енді осы басқа құжат болмай қойсын да? Жақсы. Болды, келістік. Одан кейін ақылтай, қалай қыламыз, регламент? Мен баян етейін, содан кейін сен баян ет, одан кейін мен сұрақ қояйын, сен жауап бер, мен сұрақ қояйын, сен сұрақ қой, мен жауап берейін. Жоқ, біздің барым айтатынымыз белгілі ғой. Сен ақылмен Құдайды тану, анау-мынауға, өзің сенген дүниеге, сеніміңе бірдеңелерді алып келіп қоса бересің, өзіңе ыңғайсыз тұстарды қоспайсың. Сондықтан сен эмпирикалық әдіске қалай жүгінетініңді көргім келіп тұр мен. Сөйлей бер, мен сөйлемей қойын, мен сұрақ қоям, сұраққа жауап берсең болды ғой. Болды. Одан кейін мен саған сұрақ қояйын ба? Қой бер. Болды, әдемі. Так, негізі енді қазір... Жөтеліп отырмын да, мен микрофон жауып қойыншы. Болды. Мен кейде сұрап отырам, я жоқ деп, просто я жоқ деп отырсам болды негізі. Ақылтай негізі қазіргі научный атеисттер енді бәрі мойындайды, то что әлем жаралған екен. Сол бұл позиция қалай? Егер әлде мен әлемнің жарал екенін мойындады, дәлдейін ба? Әлде сен әлемнің жаралған жарайды мойындасам да, бірақ шығарылмайсың деген идеямен тұрасың ба? Жоқ, өзің эмпирикалық әдістермен Құдайды танып көр. Жақсы. Біз енді айттық, екі жолды дәлел ретінде қарастырамыз деп, иә? Не екенін айтып берші, мне кажется, сен білмейтін сияқтысың. Жақсы. Тыңдап ал енді. Жақсы, эмпирика мәселесінде сөйлесейік. Эмпирика мәселесінде біз енді екі нәрсені құжат қылып қабылдадық, біреуі дедукция дедік, біреуі хауасул хомса деп аталады. Эмпирика негізді кәдімгі материалды заттарды табу үшін бес сезім мүшесін қолданылады. То есть бұл шариғат тілінде хауасул хомса деп аталады. Енді мен қазір айтайын деп отырмын. Эмпириканың қолдана отырып, дедукция арқылы құжат ретінде, екеуміз бекіттік қой, құжат екенін. Құжат ретінде Алланың бар екенін дәлелдейін деп отырмын. Мен мысалы айтам сізге. Бір төрт нәрсе бар, ол төрт нәрсенің абсурдисті Алланың әлемнің жаралған екенін білдіреді. Мысалы, біріншісі мен сізге айтайын, әлем мәңгі болуы мүмкін емес. Почему? Потому что егер әлем мәңгі болатын болса, өзгеріс деген нәрсе орын алмайды. Ақылдай келісесің ба, келіспейсің ба? Мен әлі түсінген жоқпын не айтқаныңызды. Қара, әлем мәңгі болатын болса, онда әлемде өзгеріс деген, өзгеру процесі орын алмайды. Келісесің ба, келіспейсің ба деймін. ChatGPT-ні қарап отырсың ба? Қарай бер, қолдана бер. Жөтеліп отырмын. Жақсы. Нұржан, сен айтарыңды айтып таста, тыңдап. Мен просто саған, сен қосып отырсайшы болса, мен просто я жоқ дегенді естіп отырайын. Сен мысалы өзгеріс болатын болса, әлем мәңгі емес деген идея уже тұрады. Сен келісесің болсаң, келіспейсің ба?
Ол идея бар, иә. Болды. Демек, сен оны мойындап тұрсың. Егер әлемде өзгеріс болатын болса, ол мәңгі болмайды уже. Демек, Қайдан шығардың оны? болды. Бұл негізі бағана екеуміз бекіткен құжат ретінде дедукцияның көмегімен шығарылады. Бұны сен жоққа шығара алмайсың. Почему? Потому что сен оны құжат ретінде бекіттің уже қазір. Қазір қара, мен айтайын, түсіндіріп берейін деп жатырмын. Дедукция мен индукцияның айырмашылығын айтпашы маған. Мен саған қазір айтып бере аламын, бірақ сен сұрақтан қашасың. Мен қазір мәселемді апарып берейін соңына дейін. Содан кейін барып сұрайсың ба, сол сұрақтарыңа мүмкіндік беремін саған. Енді қара, егер сен өзгеріс болады десең, онда әлем мәңгі болмай қалады деп тұрмын, иә? Сен сұрайсың менен, неге дейсің? Мен айтып тұрмын, өзгеріс деген идея орын алу үшін негізі бір состояние бітіп, екінші состояние басталу тұрады да. Так, егер сен әлем мәңгі дейтін болатын болсаң, онда бір состояниенің біту идеясы тұрмайды уже. То есть ол мәңгі алға қарай кете береді да. То есть бір состояниенің екінші состояниеға өту идеясы қарастырылмайды. Демек, өзгеріс деген нәрсе орын алмайды. Ал қазір әлемде өзгеріс деген нәрсе болып жатыр ма? Демек, әлем мәңгі емес деген идея тұрады. Бұл дедукцияның негізінде бекітіліп тұр. Бұл бір бекітудің. Екінші бекітудің жолы. Бұл качествоға қаралады дейді. Бұл не качество? Мысалы мен сізге айтайын. Әлемде әрбір заттан тұрады да жауһар деп аталады. Және оған берілген качестволар болады, сипат болады да. Бұл акциденция деп аталады. Әрбір затта акциденция болады және зат болады. Енді біз кейбір әлемдегі заттарға қараймыз да, заты тұрады да, бірақ бетіндегі акциденция ауысып отырады да, то есть качестволар. Мысалы, сенің соткаң болатын болса, соткаң ұзақ уақыт чхолы жүре беретін болса, чхолы ретінде қала береді да, бірақ цвет өзгере бастайды. То есть оның качествосы өзгеріп жатыр да. Енді качество өзгеретін болса, демек бір качество бітіп, екінші качество келіп жатыр деген идея тұрады. Өйткені цвет қашан алысады? Мысалы, қара болатын болса, сұрға айналса, қара бітті да, сұр басталды деген идея тұрады да. Енді қара бітіп, сұр басталатын болса, демек бір нәрсе бітіп, бір нәрсе басталып жатыр. Бір нәрсенің бітіп, бір нәрсенің басталып идеясы оның жаралған деген идеяны береді. Неге? Өйткені қандай бір нәрсе басталып бітсе, ол негізі автоматически жаралған болып есептелінеді. Енді ол зат качествоны біз жаралған десек. Ол зат қандай да бір зат качествосыз болуы мүмкін емес. Өйткені мен саған айтамын, Ақылтай, әлемде маған бір зат көрсетіп берші, который качествосыз. Деп айтсам, сен оны көрсетіп тауып бере алмайсың качество. Әлде тауып бере аласың ба, Ақылтай? Контактыдасың ғой, естіп жатсың ғой. Естіп отырмын, ненің качествосын тауып берейін? Заттың качествосыз зат бола ма, болмай ма? Сипатсыз зат. Не дейсің? Сипатсыз зат бола ма, сипатсыз? Не ғой, Нұржан? Бастыға тұрмай, эмпирикалық әдіс деген не? Және онымен Құдайды қалай танисың, соны айта қойсайшы бірінші. Сен эмпириканы білмейді екенсің, мен эмпириканы уже өтіп кеткенмін да. Бірақ мен саған айтып тұрмын, зат качествосыз бола ма, Ақылтай, болмай ма? Көке, мен саған айттым. Мен саған айттым. Қара, мен саған айттым. Дедукция мен индукцияны сұрадым. Одан кейін эмпирикалық әдісті сұрадым. Сен білмейтін сияқтысың. Қара, мен саған жауап беремін. Оның білу саған не проблема шешеді? Оны кейін біліп атасың ғой. Не дейді мен қазір жауап берем деп алып, жауап бермей қашып баратсың. Жарайды. Кейін жауап бере саламын. Сонда не айтып келсе айта бер. Просто біз қазір темадан ауытқымайық. Мен саған айтып тұрмын. Қандай да бір зат качествосыз бола ма, болмай ма, Ақылтай? Айтып берші. Сұрақ. Иә, оған Құдайды да кіргізіп отырмын, иә. Құдайдың да качествосы болады. Иә, качествосы болады, әдемі. То есть сен мойындап тұрсың, любой зат бұл с качествомен болады, иә, дұрыс па? Иә. Болды. Демек, егер қандай да бір зат болатын болса, жақсы. Тыңдай бер, тыңда. Сен енді айтып дедің ғой, мен айтып берейін да. Жоқ, тұра тұршы енді. Енді сен, мен саған жауап бердім бе? Качествосы болады, тіпті Құдайдың да качествосы болады дедік, дұрыс па? Енді ол тақырыпты нүктесін қойдық. Неге? Осы тақырыпқа қайтып келу үшін сен эмпирикалық әдістің болды. Сен Құдайды бекітіп тұрсың ғой. Ақылтай, тоқта. Сен қазір Құдайды бекітіп тұрсың ғой. Болды, ол мәселені бітірдік деп тұрсың, иә? Сонымен сенің сұрағыңа көше берейін. Дұрыс па? Иә, давай. Құдайды бекітіп тұрсың, бұл әдемі. Енді сен менен эмпирикалық әдісті сұрадың. Эмпирикалық әдіс және индукция мен дедукциясының айырмашылығын сұрадың, иә?
Эмпирикалық әдіс дегеніміз бұл тот әдіс, который бес сезім мүшесіне негізделеді. То есть не фактически материально бар, сол бар болып есептелінеді үкім бойынша. Бұл философияда эмпирикалық әдіс хауасул хомса деген идеясынан шығады да. То есть былайша айтқан кезде сен не көріп тұрсың, не иісін сезіп тұрсың, не естіп тұрсың, және не дәмін сезіп тұрсың, сол ғана бар болып есептелінеді тәжірибенің негізінде. Индукция дегеніміз бұл истиқро деп аталатын дүние. Индукция әрбір заттарды наблюдать етіп, кейін сол наблюдаем нәтижесінде бір үкім шығару общий. То есть мысалы бір нәрсе болатын болса, мысалы мен айтсам, мына бутылка не ол десем, сен айтасың, бутылка крышкадан тұрады, денесінен тұрады, жаңа фольгасынан тұрады деп, оны сен бөліп наблюдать етіп сипаттап бересің. Осы ол индукция деп аталады. Дедукция дегеніміз белгілі бір тараптан следствие причина арқылы негізгі соңғы нәтижеге шығу идеясы тұрады. Негізі былайша келген кезде дедукция дегеніміз полный жалпылыққа қарай отыра бөліктердің үкімін беру идеясында тұрады. Жауап бере алдың ба, Ақылтай? Өтірік айттың. Неге шештің сен? ChatGPT не айтты? Қара. Иә? Көке, сен почему-то эмпирикалық әдісті айта келдің де, ана көру, сезу, анау мынауын айтасың да, бірақ почему-то оны қолдану тәжірибелік жол болу керек екен, және бақылауға негізделген түрі екенін айтпайсың да. Айтып қойғанмын, сен байқаған жоқсың. Тұра тұр. Ойнаватсың. Мен қара, мен саған айттым, ChatGPT-ің көмек па, көмек емес па, біріншіден екеуміз мойындадық. Точно дәлел ретінде қарастырамыз біз тек қана дедукцияны және қарастырамыз эмпириканы дедік қой. Енді сен неге басқа жерден дәлелдеп жатсың, Ақылтай? Басқа жерден мен саған эмпирикалық әдістің не екенін түсіндіріп отырмын, сен білмейді екенсің оны. Жоқ, мен біліп тұрмын оны көрермендер. Сен қазір түсіндірдің, түсіндіргенің қате ғой. Неге? Индукция мен дедукцияны қалай түсіндірдің сен? Так, Ақылтай кім шешеді оны дұрыс емес деген? Дұрыс емес деген кім шешеді? Мен түсіндіріп берейін ба? Ақылтай дұрыс емес деген неме шешесің сен? Сенің базалық білімің жоқ екен ғой, құрсын. Ақылтай дұрыс емес деген неме шешесің сен? Базалық біліммен шешесің оны. Қандай базалық біліммен? Базалық білімде индукция мен дедукцияны эмпирикалық әдісті білмей отырсың сен. Жоқ, оны мен уже айтып қойғам, және адамдар естіп тұр. Сен сөзден уже авария. Енді тұра тұр, микрофоныңды өшіре тұр. Ақылтай қарай тұр ғой. Нұржан, микрофоныңды өшіре тұр, кәні мен сөйлейін. Жоқ, тұра тұр. Ақылтай, тұра тұр. Сен сөйлеудің ғой, болды ғой, көке. Үстік. Қара, мен саған айтайын. Мен саған уақыт берейін, содан кейін сен маған уақыт бересің. Екеуміз сөйлесейік сөйтіп. Сөйтіп айтып отырған жоқпын ба? Регламент. Саған уақыт бердім. Сен сұрақтарыңды қойдың. Бекітіп алдық. Енді мен саған сұрақ қойайын, жауап берейін. Болды. Эмпирикалық әдісті сен оны тәжірибемен, сосын ана бақылау арқылы алатын, өзіңнің көріп, сезіп, сынап көретін түйсіктеріңді айтасың да. Яғни осы методологияны сен почему-то айтпайсың. Білім алу, ана тәжірибе және оған бақылау керек екен. Енді Құдайға қандай тәжірибе қойдың, қандай тәжірибе опыт болды сенде, және Құдаймен қандай бақылау жүргізе алдың. Болды. Ақылтай, екеміз басында келіскен кезде мен айттым, эмпирикалық әдістерді аламыз негізге дедім құжатқа, және дедукцияны аламыз дедім. Сенің қазір Құдайды жоқ деп айтуыңа себеп болып тұрған, сен эмпирикалық әдістен ары қарай секіре алмауың. То есть сен дедукциялық әдістің жоқтығына үкім шығарып тұрсың да, бірақ бұл негізі өте әлсіз ұстаным. Неге? Өйткені сен маған қазір мынандай теория құрып тұрсың ғой. Типа, сен қазір эмпирикалық әдіспен айтам дедің, айта алмай қалдың, емек сенің сөзің дұрыс емес деген, сен негізі дедукцияның негізінде құрып тұрсың да. Егер осы сенің құжат па сөзің, сенің сөзің осы құжат па? Егер осы сенің құжат дейтін болатын болса, онда менің эмпирикалық негізінде тәжірибе қарадым да, мен анау әрбір заттың жаралған екенін көрдім. То есть тәжірибе жүргізіп, жаралған екенін көрдік. Жаралған екенін көргеннен кейін... Тоқта. Әрбір заттың дедің, сөзіңде тұр. Тоқта. Жаралған екенін көргеннен кейін, оның ар жағына дедукция мен тұрдында істеушісі бар. Бұл, например, 100% дедукция. Как, например, сен отырсың ғой, сен отырсың да даусың шығып тұр, мен айтам, даусыңа қарадым да, дедукция мен, ар жағында адам бар деген идеяны бекіттім. Тура сол сияқты. Әлем жаратылған ба, демек ар жағында Құдай бар деген идея тұрады. Ақылтай, енді сен маған қазір жасап атқан сұрағың бұл дедукцияның негізінде. Бірақ сен дедукцияны мойындамай тұрсың ғой. Сенің сұрағың дұрыс па? Сенің қателігің, Нұржан, сенің қателігіңді айтып берейін. Енді
Айтшы. тоқташы енді қателігімді айтайын да. Жоқ, мен саған сенің қателігіңді. Айтпа қателігімді деші. Жоқ, неге айтпайын? Сен қарашы, дедукция мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Сөйлетсеші енді мені. Бір сұрайшы. Сөйлетпе. Ақылтай бір сұрайын. Сен дедукция мойындайсың ба? Микрофоныңды өшірде отыр. Мен саған қателігіңді айтып берейін. Мен саған бір сұрақ қояйын, Ақылтай. Сен дедукцияны мойындайсың ба? Соны айтшы бол. Сен бірінші кезекте әрбір затты жоқ. көргеніңді дәлелдеп шық. Сен көрмеген заттар бар ма жоқ па? Бір сұрақ. Мен саған дәлелдеп беремін. Нұржан, мен саған сұрақ қойсам, сен бір сұрақ деп әлі отырсың ба? Жоқ, просто сен білем ғой сен қулығыңды қашып тұрған. Мен саған сұрақ қойып отырмын ғой, сен жаңа айттың, мен көрген нәрселер арқылы дедің. Ақылтай қарай ғой. Сен дедукцияны мойындайсың ба, соны айтшы маған. Сен дедукция мойындаймын, конечно. Болды. Мен саған сұрағыңа жауап бер. Сен менің сұрағыма жауап бер. Сен көрген әрбір заттан үкім алдың ба? Сен барлық затты көріп шыққан адамсың ба? Болды. Мен саған айтып тұрмын. Енді сен истихро деген білесің ба? Истихро тәм дегенді? Сен индукция, полный индукция деген білесің бе сен? Мен истидрож дегенді ғана білемін. Жоқ, истидрож емес. Истидрож сен білмейсің да еще қазір. Мен саған қазір оны білмейді екеніңді айтып беремін қазір. Истихро тәм деген бар. Не истихро тәм? То есть полнейшая индукция деген бар да? Полный индукция деп аталады. То есть жартылай емес. Ол не? Тұра тұрып. Полный индукция дейді. Тұра тұрып. Сен маған жауап бермейсің ба сонымен? Жауап берейін деп отырып, тұра тұрсың. Ағайын, байқап отырыңыздар, жарай ма? Бірде-бір сұраққа әлі жауап жоқ. Эмпирикалық әдісті айта алмайды. Бұл Құдайын нысан ретінде бақылай алмайды. Бірақ оны бақылай алмайды, мойындамайды. Муслим, Ақылтай қара. Мен саған айтып отырмын. Жодан, Муслим. Индукцияны сұрадың ғой сен. Индукцияны сұрадың. Тұра тұр, Нұржан. Муслим, не дейсің? Сен негізі, таза сен бетің ашылып тұр ғой мұнда дегенде, көріп тұр қандай сен. Сен бір сұраққа жауап беремін. Керосинші екеніңді, Ақылтай. Тыңдай ғой, бауыр. Қарашы. Сұраққа жауап беремейсің ба сен? Тұрсайшы, тыңдасайшы енді. Айтайын деп жатырмын. Ақылтай, индукция дегеніміз әлемдегі бүкіл заттың жаралғанын полный индукциямен біліп тұрық деймін. Ол қалай? Полный индукция бұлай жасайды жұмыс. Сен қазір бір нәрсенің үкімі мен причинасы болады, иә? Сол үкімі мен причинасы болады дегенді қайдан алдың, давай. Дедукцияны мойындадың ғой сен. Дедукция причина болады деп айтады ғой. Тұр, дедукция мен индукцияны мына жұрт түсінбей отырғанша, бұл қарапайым тілмен түсіндіре салайын. Ақылтай, сен дедукцияны мойындап тұрып, қалай сен причинаны білмейсің? Сен причинаны білмей тұрсың ғой сен дедукцияны. Қара енді. Қарасайшы енді. Дедукция немен бек, причина немен бекіледі? Қарасайшы енді мен түсіндіріп отырмын. Ақылтай, айтшы, причина немен бекіледі? Мынауың ағытылып кетті ғой мынаның тек. Ақылтай. Микрофоныңды жапшы кәні. Жоқ, сен етіп ойнамасайшы. Сен қашпа, бауырым. Микрофоныңды жабасың ба, жоқ па? Сенің қандайыңды көрсетейін деп жатыр. Тыңдай ғой. Микрофоныңды жабасың ба, жоқ па? Сен дедукция не екенін, причина немен бекітіледі екенін білмейсің ба? Нұржан, микрофонды жабасың ба, жоқ па? Ақылтай, причина немен бекітіледі екенін білмейсің ба? Микрофонды жабасың ба, жоқ па? Не үшін? Сен қашан деп тұрсың ғой? Микрофоныңды жап та, үндемейді күт. Мен саған түсіндіріп берейін. Жоқ, әдемі сөйлесіп отырып қой. Енді дұрыс қой, енді мен сөйлейін де. Саған айтып отырмын. Сен қазір дедукцияның не екенін білмейсің, причинамен бекітіледі екен, бірақ мен даже сөйлеген жоқ, сен қалай білмейсің деген түсінікті айтасың. Жарайды. Содан кейін мен айта берейін. Егер сен причинамен следствияны бекітсең, мынаның аузын микрофонын жаппасаң, мен қалай сөйлеймін? Ойбай, Ақылтай, сен по делу сөйлеп отырсың, араласпай қой. Араласпа, ол қазір аралассың деп шығады. Бұл қазір келіп тұрған бала ғой, ол тоқтап. Енді сен микрофоныңды жап, мен саған түсіндірейін. Түсіндір ал. Былай. Эмпирикалық әдісте, мен айттым, тәжірибе болу керек, және оны Ақылтай, оны емес, дедукция. Жоқ, сен дедукцияның причина екенін түсіндір. Көке, болды, қоя тұршыш, болды ғой, микрофоныңды жап. Ақылтай. Мен саған сабақ өтейін. Дедукцияны түсіндіріп бер, дедукцияны. Айтпа. Деп отырмын ғой енді соны. Дедукцияны айт. Причина неге сен білмей отырсың? Қара. Ғылымда индукция мен дедукция бар. Индукция дегеніміз жалқыдан жалпыға қорытынды. Ал не күліп отырсың? Жабасың ба, жаппайсың ба? Одан кейін мен саған мұны айтып бергем. Одан кейін мен ChatGPT-ді қарамай айтып бергем да, сен ChatGPT-ді мен ChatGPT-ді қарап отқан жоқпын, мен вообще жатырым қазір. Не қыл дейсің маған? Қош видеоны көрейік ал.
қойшы сол видеоңды көрейік, чат GPT-ге қарамай сөйлескеніңді. Ой, Жігітше жоқ. мен де басайын. Нұржан, Давай кел, Нұржан, қосайық. сен микрофоныңды жабасың ба жоқ па? Ақылтай істейік. Екеуміз жаңа мойындадық па? Құжат бізде дедукциямен Мынауың өзі эмпирика білмейді, деп. еще білгеннің тілін алмайды. Не деген адамсың? Ақылтай, қараш бауырым, екеуміз эмпирик мен дедукцияны құжат ретінде мойындадық па? Енді қазір екеуміз қосайық та микрофонды. Жігітше чат GPT-ге қарап отырып, қарап отқан жоқ, қосып тұр сөйлесейік. Давай ма? Давай. Келісесің ба? Давай. Давай. Что там, не істейміз енді? Қос, видеоңды қосып жібер. Свет жағайын онда мен. Жақ. Что там? Болды. Ақылтай бір сұрақ. Әлде жатқаныңды көрсетейін бе? Жоқ. Тұрында Ақылтай дедукцияның шарттарын айтып жіберші. Немененің шарттары? Дедукцияның. Дедукцияны мен индукцияны мен саған қазір түсіндіріп отырмын. Жоқ, шарттар. Дедукцияның шарттары бар. Шарттарын айтып жіберші. Дедукцияны эмпирикалық әдістермен сенің жалқы нәрседен жалпаққа шешім шығаруың, тұжырым жасау. Ал жалпақтан Иә? керісінше тұжырым жасау, ол индукция болады. Дұрыс па? Қате. Наоборот. Кішкентай жалқыдан жалпыға өту Мен айтқан нәрсені сен тоқта, керісінше. Жалқыдан жалпыға өту индукцияда, ал негізі жалпы арқылы, то есть жалпы арқылы жекеліні шешу, бұл дедукция деп аталады. Сен керісінше шешу. Айттың ғой, записьті шығаршы кәні. Қателестің, жақсы, кейін көресің. Дедукция дедім. Кейін көресің. Жарайды, енді дедукцияның шарттерін айтып жіберші. Ақылтай дедукцияның шарттарын. Бүйтіп жатқан ыңғайлы ма сендерге? Сен чат GPT қарап жатсың ау, бір қолмен. Сен басың істейтін адамсың ғой, да? Мен саған айтайыншы былай. Қара, эмпирикалық әдістермен сен Құдайды танимын дейсің. Құдайды қашан бақылаған едің сен? Құдайды қалай қашан тәжірибеден өткізіп көрген едің сен? Не айтып отырсың? Алғашқы сөзіңнің өзі авария ғой мынау. Осылай сөйлесетін бе еді жалпы? Хотя бы, муслим кеше, муслим 08 менімен сөйлескенде, бізде исламда мантық бар. Мантық ол ойлау жүйесі. Біздің логика сол деп айтты. Ол гректің платонизм анау-мынауынан келеді да, Аристотельдерден келеді да. Ол окей, онымен де сөйлесуге болады. Бірақ сен тіпті оны да айтып отырған жоқсың ғой. Кішкене ұят деген болу керек қой адамда. Жарайды. Ақылтай енді қара, мен саған басында айттым, құжат ретінде не қабылдаймыз деген кезде, сен эмпирикамен, мен айттым эмпирикамен дедукция дедің, сен иә дедің. Оны эмпирикмен Құдай бекіту идеясы қаралған жоқ. Ол жерде заттардың ақиқатын немен білеміз идеясы қаралды. Оны видеодан көріп аласың. Екіншіден, сен қазір жаңа дедукция мен индукцияны біле алмай отырсың толық, жалпыдан жалпыға өту, жалпыдан жалпыға өту деп шатастырып отырсың. Сен чат GPT-дан ажырадың да, уже сен ненің не екенін білмей отырсың. Мұны бәрі көріп отыр. Тыңдап аласың ертең. Үшіншіден. Бәрі көріп отыр, сен не өтірік айтасың? Жарайды. Өтірік айтқанға нормально қарай ма сенің? Өтірік туралы. Оскорблять етпек. Мен бір ретте оскорблять етпек. Әлі бір ретте оскорблять етпедім, сен бағанан бері оскорблять етпедің. Сен мені өтірікшіге шығарып отырсың, қалай оскорблять етпейсің? Апелляция клишности деген нәрсе бар екенін білесің ба? Ақылтай, жарайды. Не деген ұятсызсың, жала жауып адамға? Сөзден қашпай, қатысы жоқ қой. Тұра тұр, апелляция к личности болды ма, онда сен мына сөзіме жауап берші. Ол біздің мәселеге қатысы жоқ. Тоқташы. Жарайды, Ақылтай. Тоқта. Жарайды. Оны кейін, Ақылтай жарайды. Оны кейін шеше бересіңдер. Мен туралы мынау келісті ма деп өзіңше болып тәкаппарланып пікір жазасың. Мынау келісті ма деген не сөз? Мен де саған апелляция к личности жасап көрейін ал. Нормально ма сенікі? Не деген неадекват адамсың сен? Көріп тұрсыздар ма, қалай жеңіліп тұрған, вообще диспуттан қашып тұрған адам ғой, қарасаңыздар. Сөзге жауап бере алмай, бас қайталан, бас қайын. Сен үшін бар ғой? Көке. Мәселеге қашпай. Нормально жауап бер маған. Жарайды. Неге сен тәкаппарланып, сайтанның ісін жасап отырсың? Алла. Жақсы бауырым. Муслим емессің ба? Кейін айтасың, жарайды.
Ал сен ақылтай неге оны моральдық тұрғыдан маған ол жақсы жаман деген идеяны айтып тұрсың, сен бекіте алмайсың ғой оны. Не, сенің тәкаппарланғаныңды қалай бекіте алмаймын? Сенің ислам бойынша түсінікпен де ол сайтанның тірлігі. Тәкаппарлық сайтанның қасиеті. Білесің бе оны? Или мен үйретейін ба саған? Тәкаппарлық дегенде неге ол жаман деп шештің сен де, мен де жаман. Бірақ сен де неге жаман ол? Неге сен маған айты ондай право имеешь маған сен моральдық тұрғыдан айтуға? Ол сенде жаман емес қой. Қара, менде жаман емес болса, сен жаман емес, да? жақсы. Мен сенің қазір араб құл екеніңді дәлелдеймін. Қара. Егер мен қазақ бола тұра, менің ата бабамның жолы, дүние танымы, тарихы, салт санасы, дәстүрі, соның бәрін сен жоқ деп тұрсаң, сен арабтан ғана алдым деп тұрсаң соны, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Қазақтың өз дүние таным түсінігінде тәкаппарлық сияқты, ана кез келген жасыңнан сұрақ қазір, өзінше болмашы деп айтады. Сен оны түсінбей тұрсың, сен оны қайдан үкім алып тұрсың, сенде тәкаппарлық деген ұғым біздің ислам болмаса жоқ деп тұрсың, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Жақсы, ақылтай енді қарай ғой. Сенің қазаққа апеллировать етіп атқаның, сен қазақта ол жақсы жаман деген идеяны қалай түсініп тұрсың сен? Мен сенің дінің бойынша да саған қойып беремін қазір. Ана сайтан басын имеген кезде ол тәкаппарлыққа салынады дейді. Сен сол тәкаппарлықты жасап отырсың. Сен сол дінің бойынша да, қазақ бойынша да ешкім болмай отырсың қазір. Тек қана тәкаппар сайтанның ісін жасап отырған. Ақылтай, сөйлес болсаң болды. Қарай ғой, сен де атеист ретінде тәкаппарлық неге жаман сенде, соны айтшы ма? Сенде неге жаман? Менде атеизмде ол скептицизм тұрғысынан. Яғни, сен Құдайдың бар екенін айтып келесің маған, мен айтамын, сұрақтар қоям. Және сенің жауаптарың жоқ болғаннан кейін, және мен... Скептицизм деген не ол? Ақылтай? Скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген сөз бұл. Ол қандай сөз тіркес, скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген? Сен сөйлесесің ба, әрбір сөзге енді талдау жүргіземіз бе? Просто комедия айтып да сен. Тәкаппарлық сұрақ, тәкаппарлық неге жаман? Соны түсіндір, сен сұраққа жауап бермедің. Просто түсіндір, неге жаман? Мен саған уже 2 рет тәкаппарлықтың 2 тараптан да, ислам бойынша да, қазақи дүниетаным салт сана бойынша сен де оны апеллировать етпе сен исламды, қазақты. Ол мен апеллировать етемін. Мен саған айтып тұрмын, сенде неге? Атеист қазақ емес па сеніңше? Жоқ, сенде неге ол тәкаппарлық? Атеизм доктринасынан сен онда алып кел. Олықтан ажыратылады. Сен доктрина деген неге білесің ме, Ақылтай? Айтшы, доктринаны айтшы, чат-GPT-ге қарама. Сенің доктринаң Құраның. Доктрина жоқ, қате. Доктрина деген не, ол айтшы маған. Менің доктринам, мен қазақ болсам, менің мемлекетімнің конституциясы, менің доктринам. Түсініп отырсың ба? Да, ты че. Онда сен қателік. Онда сен доктринаның мағынасын білмей тұрсың. Егер сен доктринаның сол конституция десең, онда доктрина ол менікі де. Бірақ сен доктринаның сөзін түсінбей тұрсың ғой мағынасын. Чат-GPT-ге қарай алмай тұрсың. Қазағыңның доктринасын жоққа шығарып тұрсаң, салт сана тарихын жоққа шығарып тұрсаң, ол менікі деп қай бетіңе айтасың, мен түсінбеймін. Жарайды. Ақылтай, тәкаппарлық неге жаман түсіндіріп берші? Сенде. Тәкаппарлық деген аман қасиет екенін мынадан түсінесің. Сен айтып отырсың да, ойбай біздің ислам бойынша ғана тәкаппарлық деген түсінік бар, сендерде ол жоқ деп. Жоқ, мен айтып тұрған жоқпын. Тәкаппарлық ол жоқ. Мен айтып тұрғаным. Кішіпейілдік деген сөз бар, қара. Ақылтай. Мен айтайын де енді. Жоқ, кішіпейілдік деген жақсы деген, тәкаппарлық жаман деген қалай түсіндіріп? Қазаққа негізделме. Сағыңды сипап, нервіштете бермеш, мен саған түсіндіріп отырмын. Кішіпейілдік деген адамның жақсы қасиеті, дұрыс па? Ол исламнан келді деп айта алмайсың ғой. Жарайды. Енді қазақтың өзінде кішіпейілділік жақсы қасиет болса, бірақ өзін ірі сезініп, өзгеден жоғарымын деп тәкаппарлану, ол жаман қасиет. Түсініп отырсың ба осыны? Болды. Сенің негізгі ұстанымың қазаққа сүйену ғой. Қазақ не ұстайды сол дұрыс па? Жоқ, қазақ бүкіл дінді ұстануы мүмкін. Қазақ басқаша көзқарас айтуы мүмкін. Онда сен қазақты полный ұстанбай тұрсың ғой. Ақылтай қара. Қашпа. Онда қазақты полный ұстанбай тұрсың ғой сен. Қашпа дейтіндей. Жоқ, қазақты полный ұстанып тұрсың ба, ұстанбай тұрсың ба, соны айтшы. Қазақ неше түрлі пікір айтады.
Сен Енді қайсысын ол- ұстанайын мен? енді онда сен біреусін ұстап біреусін ұстанбайсың ба? Қазақтың сен де ұстанбай Қара, тұрғаныңды мен саған қара. дәлелдеп бере аламын. Жоқ, Дәлелдеп ол берейін. причем? Тұра тұр, Сөзден қазақ қашпаш, Ақылтай. ұстанбайсың, Қараш, Ақылтай, қашпа, бауырым. Мен Қара, саған түсіндіріп тыңда, беремін. Микрофоныңды жабасың ба сен? Ақылтай сен енді болмайды енді. Қашпа енді. Микрофонды жабасың ба? Міне бір минут. Мен саған айттым, сен айттың, қазаққа сүйенемін дедім. Мен айттым, дем болды. Микрофоныңды жабасың ба деймін. Сенің сүйенетін қазақ болатын болса, қазақты ұстанасың ба? Микрофоныңды жабасың ба деймін. Мен саған Ақылтай. қазақ емес екеніңді түсіндірейін. Ашынған ба? Ақылтай, сен ұстанасың ба қазақты? Айтшы. Ұстанамын ғой. Сен ұстанбайсың. Болды, все. Қазақ ұстанасың. Енді қара, сенің идеяңда қазақ деген түсінік ненің негізінде пайда болады? Бұрынғы ғалымдарымыздың негізінде ма? Не дейсің? Қазақ деген түсінік бар ғой. Я сол ненің негізінде пайда болады? Бұрынғы ғалымдардың ұстанған жолы ма? Стандарт. Я? Қара, қазақ деген түсінік ұлттық мифология, мәдениеттің, өркениеттің, тарих, салт сана болмысыңмен қосылып, сол идеологияның ұстанушысы ретінде ұсталасың. Түсініп отырсың ба? Болды. Так, демек сен қазір қанша 5 причина алып келдің ба? 5 причина? 6. Демек, 5 причина, Осы 5-еу 6 жарайды. Осы 6-ауы қазақ болу үшін болу керек па? Иә. Болды. Егер сен қазір маған демек айтып тұрсың ғой, тәкаппарлық бұл осы 6-аудың негізінде орын алып тұр деп. Не дейсің? Құрсын, не айтып отырсың? Тәкаппарлықтың дұрыс, жақсы, жаманды қазақтан алдым деп тұрсың ғой. Дұрыс қой, тәжірибеден, салт сана деп айтып отырмын ғой, соның ішінде бар ғой. Болды. Егер осы 6 нәрсеге, қазақ деген түсінік сен 6 нәрсеге тұрады деп тұрсың ғой. Дұрыс па? Иә. Ол бірінші сен мифологиясы дедің, иә? Одан кейін не дедің? Дәстүрі дедің. Одан кейін не дедің? Ұлттық мифология емес, мифология ол сенің құраның. Жақсы. Міне, бір. Ұлттық миф. Сана сезім. Сана сезім, иә. Сана сезім деген қалай түсініп бересің сен? Болмыс. Сана сезімге қалай түсініп бересің? Не ол сана сезім? Болмыс. Мен кіммін деген, табиғаттағы орным қандай деген, мына тылсым дүниеге танысуға, оны танып білуге деген ұмтылысың. Қазақты қалай таныған? Болды. Набор букв қой мынау. Жақсы. Үшіншісі не? Болмыс. Болмыс деген не ол? Саған тән, қазаққа тән, идентикалық элементтерің. Соңмен төртінші не? Сен мынау не қуып отырсың? Тарих. Тарих дедім. Бесінші? Дәстүр. Дәстүр. Алтыншы? Алтыншы. Не дедің? Иә? Әдет ғұрып. Жоқ, дәстүр дедің ғой. Жоқ, дәстүрге кіргізбейміз. Дәстүр мен әдет ғұрыптың айырмашылығы неде? Бірақ оны сұрамасам да болады. Но екеуі сен 6 дедің, дәстүр мен әдет ғұрып дедің. Не айырмашылығы? Қазір мен саған түсіндіріп берейін. Чат GPT-ге кірмей, иә? Сен алдыңды көрсетші, Мен былай қойып қойын. Я сен де көрсетіп жібер алдыңды. Алдыңды көрсетіп жібер, Ақылтай. Көрсетіп жібер алдыңды. Не көресің? Жоқ, ас жағы көрсет, стол жақты көрсет, стол. Дәрі, не керек саған? Болды. Жынды болмашы. Ақылтай, дәстүр мен ғұрыптың айырмашылығы неде? Қара. Мен саған қазақтың дәстүрі мен әдет ғұрпын түсіндіріп берейін. Не айырмашылығы бар екенін айтамын қазір. Қара, аузың ашылып қалмасын, қара. Қазақтың дәстүрінің ішінде біз айтамыз, озығы бар, тозығы бар деп, бірақ оның ішінде озығы бар және тозығы жеткенде бар ма? Бар ғой. Демек, ұстанған нысаның, әдетің, ол қайталанатын іс және ғұрпың, сонымен қайталанған, жалғасқан түсініктер сенің өзіңнің ұлт ретіндегі позицияңды айшықтайтын түсінік. Енді, ал дәстүр деген нәрсе, соның бір заманда өзекті болып, бір заманда керек болмауы, немесе оның аршылып жетілуі. Көрдің? Сен нысандағы затпен оны қабылдаудың өзектілігінің арқасында пайда болатын түсініктерді шатастырма. Болды. Енді қара, мен саған айтайын, сенде дәстүр демек қазір бір заманда өзекті, бір заманда өзекті болмайды ғой. Дұрыс па? Иә? Иә. Болды. Енді сен қазір
алты нәрсеге сылат етіп тұрсың қазақтың несін болмысын шығаруда. Оның біреусі дәстүр. Дәстүр бірақ сенің ойыңша өзгеріп отырады екен. Кейде ол өзекті болады, өзекті болмайды. Демек, қандай да бір жылдары тәкаппарлық өзекті болмаса, сен үшін ол дұрыс емес болып қала ма? Жоқ, бұл Құрандағыдай нәрсе емес. Біз тәжірибені алдық. Қара, Ақылтай. Тұра тұр, көке. Сен тәжірибені алдық, одан кейін ол біз үшін статикалық тұрғыда болады да. Статикалық тұрғыда болады. Ойбай, Ақылтай қарай ғой. Сен кішкене адаса бастасаң күлесің бе, истерит етесің бе, түріне қарап отырмын. Жарайды. Ақылтай, дәстүр өзгереді дедің ғой. Енді мен саған қазақтықтың не екенін айтып бердім ба? Енді мен саған сұрақ қойайын. Жоқ, сен алты нәрсе дедің ғой. Дәстүр дедің, иә? Тұр болды. Дәстүр өзгере ме? Ақылтай қара. Осы тақырыптан кетпейміз. Осы тақырыптан кетпе деймін. Осы тақырыптан қашпаймыз қайда. Көріп тұрған шығарсыңдар да ақылтайларыңның қандай екені. Тоқта, қашпа. Сен әдір алты нәрсеге бекітеді дедің қазақ, иә? Біріншіден, ол алты нәрсені кім айтты соған бекітеді деп маған дәлел әкеліп берші, өйткені құжатты біз бағана эмпирика мен және дедукция дедік. Екіншіден, сен дәстүрді оның ішінде тоқта, оның ішінде дәстүр сен өзгеріп отырады деді. Егер сен қазір өзгеріп отыратын болатын болса, қандай да бір заманда тәкаппарлық тұрады. Жасама. Мен қазір саған сұрақтар қоям, одан кейін барып жалғастырамыз. Жарай ма, Нұржан, олай болмайды. Ақылтай қашпа. Олай болмайды. Сен қазір нені айттың, қазақтың алты нәрсеге негізделеді деді. Оны чат-GPT отырма. Ят балады. Бай отыр. Анаяқ отырсаңызшы. Чат-GPT отыр. Епті кедік, міне. Қойдым бе, қолым талып кетті, қуасың ба? Толық көрсетсек. Сендердің бар ғой, осы өркениет әлемінің жетістіктеріне, игіліктеріне, мына Google, ChatGPT, интернет дегендерге қарсылықтарың, прям өшпенділіктерің оянып тұрады екен. Ұялмайсыңдар ма кішкене? Жақсы. Ақылтай, алты нәрсеге негізделеміз едің ғой. Енді дәстүр өзгеретін болатын болса. Енді қара, мен саған сұрақ қоям. Сұрақ қоям. Сөзіңнен қашпа. Сұрақ қоям. Қазақтар діннің жақсы тұсын алып, жаман тұсын алмай тастағанын білесің ба деймін саған? Сөйлесуге мүмкін емес екен ғой, действительно. Сенімен сөйлесу мүмкін емес, сен сұрақ қойып жатсың, мен жауап беріп жатырмын бағана. Мен саған айтайыншы. Сен өзің алып келдің ғой өзіңді. Сен айттың, қазақтар алып нәрсе. Мен енді сұрақ қояйын. Енді жауап берсеңші, бітірейік та. Сен жаңағы. Жауап беріп қойдым мен саған, бәрін түсіндіріп бердім. Жоқ, дәстүр өзгеретін болмаса қалай сен оған негізделесің? Демек, тәкаппарлық бір жылдарда дұрыс болады да, бір жылдарда дұрыс болмау ықтималдығы бар ма? Сенде қазақтың өзінің түсінігі бар. Иә. Қазақтың өзінің түсінігі бар, білесің бе оны сен? Ол неге негізделеді? Түсінігімен біз өзгермелі болатынын, біз оның артықшылығы деп білеміз. Және ол ғылыммен бірдей біте қайнасады. Түсінесің болсын? Ғылымда абсолютно болды емес. Кішкене жаба тұр. Микрофонын жаба тұр. Қазақ болмысы өзгереді деп отырсың ғой. Ақылтай, сен қазір қазақтың болмысы өзгереді дедің ба? Өзгереді. Біз динамикалық құбылыспыз. Тіліміз де өзгереді, бәрі өзгереді. Оны кез келген лингвистен, мәдениетіміз, әдет-ғұрпымыз да өзгереді. Оның бәрін ал, мораліміз де өзгереді. Сендер 7-ші ғасырдың моралімен жүрген жоқсыңдар ма? Болды. Ақылтай, енді қарашы. Жауап бер. Енді сен қарашы, қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың бар ғой, моралына, иә? Қазіргі сүйеніп тұрған қазақтардың моралі бар ғой? Салғыласып қалған адамсың, жауап берсеш маған. Ақылтай, тыңда, мен айттым. Қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың бар ғой? Жауап бер, қашпа. Сен ертеңгісін олар өзгерген кезде, қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың дұрыс болмайды. Ақылтай, қара, қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың, кейін өзгерген кезде сен өзгереді деп отырсың. Өзгерген кезде жоқ па? Дұрыс болып тұра ма, дұрыс болмай тұра ма? Соны айтшы. Дұрыс болып тұрады, қазақ өзі шешеді оны. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екен. Озығы жеткен дәстүрді алады, тозығы жеткен дәстүрді қалдырады. Білесің оны? Сен соған сүйеніп тұрсың ғой. Сен енді мен де оған сүйенемін. Просто сен дұрыс емес, интерпретация беріп тұрсың да. Сүйенбейсің, өтірік айтпа. Аузыңнан келгенді сөйлеп жатсың. Сен тұра тұр. Сен қара. Ақылтай қара. Ақылтай. Қиямет күніне дейін. Бірақ сен ол бойынша сөйлесе алмайсың. Ақылтай қара. Ақылтай қара.
Сен айтып тұрсың, қазақ дәстүрі өзгереді, қазақ болмысы өзгереді деп отырсың. Енді сен қазақтарды қазір ұстанып тұрсың да, бұлардікі дұрыс болып тұрады. Бірақ сен өзгереді деп отырсың да, ертеңсің бұлардікі өзгерген болатын болса, қазірдікілердікі дұрыс бола ма, болмай ма? 50 жылдан кейін қазақ өзі шешіп, өзі өзгерсе, оныкі дұрыс болады. екі ақиқат бола ма? Бір ғана ақиқат болады. Енді онда сен анамды ақиқат, мынамды ақиқат деп тұрсың. Демек, қазақтың ақиқат емес екен, иә? Причем тут ол? Причем тут ол вообще? Қазақты жерлеуге келгенде, мына Молдекөл Ақылтай, қараш, екі ақиқат бола ма? Мына Қарабеттігі де осы себеп. Ақылтай, менің қарашы. сұрағыма жауап бер. Менің Ақылтай, сұрағыма жауап бер енді. Ақылтай-ау, Менің сұрағыма жауап бер деймін. екі ақиқат бола ма? Менің сұрағыма жауап бер. Жоқ, екі ақиқат бола ма? Ақиқат екеу болмайды, біреу болады. Біреу. Енді қара, сен қазіргі қазақтарға сеніп отырсаң, тәкаппарлықты дұрыс емес десе, ол қазақтар өзгеріп отырады десең сенің ойынша, бұл менің емес. Менің қазақтарда дәстүр өзгермейді. Енді сен өзгеретін болатын болса, онда болатын болса, ертеңсін тәкаппарлық дұрыс емес десе, қазіргілер дұрыс па, дұрыс емес па? Енді жауап бересің ба маған, жауап бермейсің ба? Жоқ, Ақылтай, қазіргілер Оқиғыңнан шаршап кеттік сендердің бар ғой. Ақылтай, қазіргілер қазақтар дұрыс па, дұрыс емес па? Сонда дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегенді айтқан қазақтардікі дұрыс емес па сеніңше? Жоқ, просто сенің қазақ сөзіңде туралы не деп жаман сөз айтатыныңды көрейік. сенің сөзіңде конфликт бар. Мен саған айтып тұрмын. Адам бір Динамикалық құбылыс дегенде ешқандай да конфликт жоқ. Бір күні бір дәстүр бізге болады, бір күні қазақ өзі шешсе, тарихи танымы мен дүние таным түсіндік, салт сана деген түсінік бар, білесің ба? Сонымен ол тозығы жетті десе, оны қабылдамай кетеді. Болды. Енді демек. Сенің ойында қазір қараш. Тұра тұр. Сен ұсталмау үшін, кім Ақылтай? ұсталмау үшін, менің сұрағыма неге жауап бермей отырсың? Жоқ, Ақылтай, тыңдашы. Сен қазір қазақтарға сүйенем дедің. Кәні, менің сұрағыма жауап беріп жатырма, давай. Сен әділ болам дедің ғой. Жоқ, әділ, ол қазір араласатқан жоқ. Әділ. Сен эфирден кетемін, тиктоктан кетемін деген Ақылтай тыңдай ғой. Муслим, давай. Бауырмау, Ақылтай тыңда. Қашсаң, онда қашқын боласың. Ертеңгісін қашқан болып есептелесің, қашсаң, Ақылтай. Қарай бай. Сен қазір қазақтарға сүйенем дедің, иә? Қазақтарға айттың, ненің дұрыс емес екен, мен қазақтардың дәстүрінен аламын. Бажылдай бере ма, Муслим? Мен тұрдым, айттым, иә, қазақтардікінен алатын болдым. Бажылдай бере ма? Енді қазақтар не ол дедім, сен маған алты нәрсе дедің. Оның ішіне дәстүр дедің, дәстүр өзгерте береді дедің. Бірақ оның ішіне сен дәстүрді айтпағасың басында. Ну жарайды. Неге айтпадың? Кірдің да, жоқ, сен алты басқа нәрсе айттың. Басқа. То есть дәстүрді айтқан шығарсың, бірақ сенің алтауың кейінгі алтаумен конфликтіге шығып кетті. Оны көресің. Енді мен саған айтып отырмын, қара. Ақылтай. Муслим, кәніки, өзгерт ал. Менің сұрақ қойыма мүмкіндік беріп, әділдік жаса. Ақылтай. Жоқ. Ақылтай, қара. Мен саған айтып отырмын. Сен қазір қазақтарға ненің жақсы, ненің жаман екенде сүйенем дедің, иә? Оны мен де сүйенем. Бірақ енді сен тұрдың да айттың. Қашсаң, сен ертеңгісін бәрі қашқан деп есептейді. Енді сен айттың. Ол қазақ. Менің айтуым бойынша ешкім есептемейді. Очнись, әу, көке, очнись. Жарайды. Мен саған сұрақ қойып отырмын. Болды, ашыланба. Ақылтай, енді қара. Қазақтар неге жеті ата дәстүрін ұстанып, оған высшая мера наказание жасаған дейсің ба? Қазақтарға сүйенем десең, қазақтардың қазір тәкаппарлық дегенді қазақтардан дұрыс еместігін алып тұрмын десең, бірақ ол қазақтар ертеңгісін дәстүр қашпа, Ақылтай, қашсаң ертеңгісін ят болайын деп тұр. Ақылтай, қашсаң ят болайын деп тұр. Содан чат GPT-іңді қосып жатсың ба? Енді қазақтарға сүйенем дедің ба? Ауыш болып қалғансың ба? Қазақтарға сүйенем дегеннен кейін. Жоқ, мына жағын көрсетсе, сен көрсете берме. Алдыңда. Тұрмай жатыр да, соған қойып отыр. Болды, қоя. Не болды? Не болды? Енді қара. Ауыш екеніңді дәлелдедің ба? Ауыш болып қалғансың ба? Болды, сөйлеп алсаң. Ақылтай қарай ғой. Аймақтарыңды қойсаңдаршы, қарап етсің. Қазақтарға сүйенем дедің ба? Қазақ бірақ өзгереді дейсің. Енді маған жауап берші, Ақылтай. Қазақтар жеті ата дәстүрін неге ұстанған? Ал неге Құдай инбридингке рұқсат берген? Тыңда, сөйтте жауап бер. Тыңдай ғой. Сен маған бірінші өзіңнің позицияңнан жаңа түсіндіріп бер. Қазақтарға ұстанам. Мен уже оны талқылап тастадым. Кеттік одан. Жеті ата дәстүрі, қазақта
жеті жарғысында тұрғанын білесің ғой. Bir minut. Жамбыл Артықбаев Bir minut, bir жинаған. minut. Bir minut. Соның 171-ші бетін ашсаң, Bir minut. өлім жазасы деген тарау бар. Сол Өлім. бұл бойынша жеті ата дәстүрі Ақылтай. бұзып, жақыннан қыз алысып, қан араластырғандарға высшая мера наказания. Көке, ол сен сенетін исламға қалай қатысы бар оның? Ақылтай міне. Қазір мен Жауап жауап бер. беремін ғой. Бол жауап беремін. Бірақ сен Жауап бер. Осы позицияны бітіріп тастайықшы. Сен просто мен қателестім деп мойында мен өте саламын ғой. Жаңағы сен Құдай бар деп мойындаймын дедің ғой. Тура сол сияқты мына жерде қателестім деп. Құдай бар деп мойындаймын дедім ба мен? Бағана айттың ғой сен, иә, Құдайды бар деп мойындаймын дедің. Мынандай болып қалған. Жарайды. Оны көресің. Басың стима жалпы, не айтып отырсың? Ақылтай қарашы, мынаны бітіре салайықшы. Сен қазір Нұржан, мен сені нормальный адаммен сөйлесіп отырмын деп отырмын мына жерде. Сен эмпирикалық әдіспен Құдайыңды танимын деп қудың. Одан кейін индукция мен дедукцияны түсіндір десем, лағып кеттің. Мені ChatGPT-ді қолдандым дедің, ауырып жатқан, цветті өшіріп қойып жатқан адамды. Одан кейін, үшіншіден, мен саған қазақтың не екенін, мен саған айтып отырмын. Жоқ, неден құралатынын айтып бердім. Құдай, Соның моралі қайдан шығатынын, оның дәстүрінің озығы бар, тозығы бар екенін айтып бердім. Не айтып тұрсың сен маған қазір? Енді мен саған түсіндіріп тұрмын да. Енді менің сұрағыма жауап бер. Жоқ, сенікі дұрыс емес деп тұрмын да. Қараш, Ақылтай, сен қазір қазақтарға... Мына Муслим 08-дің әділеттігіне что-то күмәнім бар. Ертең тосып кетесің ғой тиктоктан. Кім Ақылтай, әділеттік деген не ол? Сенде әділеттік деген түсінік болмау керек қой. Сен неге Қазақта, тұра тұр. Қазақтың өзінде әділдік деген түсінік жоқ, себебі оған арабтар әкеп бермесе. Болды. Мен солай естіп отырмын, дұрыс па? Болды, дұрыс. Енді қазір сен қазақтарға сеніп тұрсың ғой. Бірақ ертеңгісін мына әділеттікті қазақтар 200 жылдан кейін 100 жылдан кейін әділеттік емес десе. Араб құлсың. Қара, Егер қазақтардың өзінде әділдік деген түсінік болмаса, оған арабтар әкеп берсе, және сен соны дұрыс деп отырсаң, сен араб құлсың. Ақылтай қараш, енді сен қазір әділеттікті маған аула, сен қазақтарға сеніп тұрмын деп тұрсың. Мен болды деп тұрмын, әдемі. Енді қара. Бірақ сол сен Қазір ғана иә дедің сен. Қазір ғана иә дедің. Енді Әділет қазақтарға ұғымын қазаққа арабтар әкеп беріпті. жоқ, мен айтпадым өйтіп. Енді тыңдай қойшы Ақылтай, сен қара. иә дедің сен сөйтіп. Қазаққа иә сүйендің дедің ғой. ғой жаңа. Қазаққа сүйендің ғой. Енді қазақ ертең өзгереді дейсің сен. Бұл дәстүр өзгереді. Иә. Өзгереді, Енді қазіргі ақыл, сенің әділеттік деген түсінігің қазіргі ата-бабаларға тұсанып тұрсаң, кейін 100 жылдан кейін өзгерсе, қазіргі ата-бабалардікі дұрыс па, дұрыс емес па? Әртүрлі. Қалай әртүрлі? Прикинь. Сен ақиқат біреу болады дедің ғой. Қара. Ақиқат біреу болады дедің ғой. Нұржан, қара. Ақиқат біреу болады дедің ғой. Нұржан, қара. Енді Ақиқат біреу болады дедің. Тұра тұр. Хандық дәуірінде сен ханға барып датыңды айта алатын ба едің? Айта аласың. Дұрыс па? Иә. Қазір Тоқаевқа барып датыңды айта аласың ба сен? Ол дәстүр емес, ол дәстүр емес. Тұра тұр. Ол дүниетаным салт сана деп аталады, көке. Сен оған хабарың болмаса мен одан кейін неге айта алмайсың? Міне, көрдің ба, өзгеріс. Жоқ, неге айта алмайсың? Неге барып датыңды айта алмайсың? Барып айта қойшы кәні. Неге ол? Бар да кіріп айта қойшы кәні. Неге ол барып конкретно официально заявление жазып барып айта аласың? Мен саған өзгерісті көрсеттім ба? Енді менің сұрағыма жауап бер. Жоқ, салт дәстүр деген сен мағынасын түсінбей тұрсың. Жауап бермейсің ба? Салт дәстүр деген мағынасын жауап түсінбей бермейсің тұрсың. ба? Кете берейін ба? Ақылтай. Жауап бермейсің ба? Кете берейін ба? Кетпе. Біраз нәрсені мен саған Жауап бермейсің ба? Біраз нәрсені мойындатып жіберейін деп тұрмын. Я жоқ. Жоқ. Сен сияқты дүмше мылжыңмен Жауап беремін. Қашпа. Жауап беремін. Бірақ просто сен Давай. сұрағымды бітіріп алайық. Жоқ, бітіріп қойдың сен. Баяғыда бітіріп қойдың. Қашпа, отырсың. Атеистерден Өзің ұят болады. сөйлесе алмайсың. Діни хабарың жоқ. Атеистерден Батыстан шығатын хадисті де әлі білмегенсің. Ақылтай. Оқымағансың. Қарашы, Мүбәрәкті бітіргенсің. Оны кез келген бала жемішке Оны не істейсің? Мен саған мынаны түсіндірейін деп жатырмын да. Жетата дәстүрін неге қазақтар соны высшая мера наказаниемен тыйым салып бекітіп қояды да, ал исламда оны имбридингке рұқсат береді, немере қарындасты алуға рұқсат береді. Құдай білмей қалған ба? Жарайды. Енді қарас, Ақылтай, егер қазақтар тұрып, сол высшая мераны ертеңгісін 100 жылдан кейін өзгерте ала ма, өзгертпей ма шариғатқа сай қылып? Бүйтіп қалса, сөйтіп қалсашы Өзгерте ала ма, өзгерте алмай ма? Дүмшелер өздері соны өзгере ма, өзгермей ма? Өзгере бола ма, болмай ма? Өзгере ма, өзгермей ма? Сен маған жауап бересің ба, жоқ па? Жауап беріп тұр ғой. Болды, Жамбыл Жабаев айтты. Высшая мера наказания деді. Бұл қазақтардың негізгі дәстүріне сүйенген. Енді мен айтып тұрмын. Сен дәстүр өзгереді дедің. 100 жылдан кейін... Жамбыл Жабаев айтты дейді. Сен сөйтіп айтып қалдың да мен сен Жамбыл Жабаевтың кітабында тұр дедің. Бірақ жарайды. Енді ол қазақтардың салт дәстүрінде болатын болса,
салт дәстүр өзгереді дедің, иә? Енді қарашы, Ақылтай. Әй, Ақылтай, көке, тыңда. білімсіз мен саған айтайын. Жамбыл Жабаев емес. Не айтып отырғанымды түсінші. Иә. 7 жарғы бар. Иә. 7 жарғыны қазіргі үлгісін Жамбыл Артықбаев деген этнограф, тарихшы ғалым жинастырған дедім. Сен Жамбыл Жабаев деп не қойып отырсың қазір? Болды. Ақылтай қара, енді демек 7 жарғыдағыдай қазір заңдар ертеңгісін 500 жылдан кейін шариғатқа сай өзгерсе, ол дұрыс па, дұрыс емес па? Өзгере ме, өзгермей ме? Шариғатқа. Я, сен тұрсың ғой, сен айтып тұрсың ғой, дәстүр өзгереді деп. Я, демек, бұл дәстүрден болатын болса, ол өзгеру ықтималдығы бар ғой ертеңгісін. Бар ғой. Болды. Енді ол шариғатқа сай өзгеріп қалса, онда дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма ол? Сендер соны құртып атсаңдар, конечно, өзгереді. Біздің жас ұрпақтың Жоқ, оны істейсің. инбридингпен ана немере қарындасыңды ала бер, ал сонда жыныс қатынасқа түсе бер десең, сол болады сенде. Ақылтай, тыңдашы бауырым. Ертеңгісін бұл 7 жарғы сұрағыңа жауап берейін. Мына 7 жарғыдағы дәстүрге сүйенген заңдар. Ертеңгісін бір 700 жауап беріп жатырмын ғой. Соншалықты топассың ба, сұраққа жауап бере алмайтын? Қарашы. Маған сұрақ қоймай жауап бер. Мен саған сұрақ қойған жоқпын. Енді мен саған айтып тұрмын ғой, бұл негізі дұрыс болып есептелінеді, шариғаттікі неге? Өйткені ертеңгісін дәстүрдің өзгеру ықтималдығы бар, сен өзгереді дедің, ал онда шариғатқа сай келетін болса, онда сенің ойыңша да бұл онда дұрыс болып Онда есептелінеді. инбридинг дұрыс па не сен үшін? Не қуып отырсың? Енді ол ертеңгісін дәстүр өзгеру мүмкін ба? Ей, ғылыммен бекітіп алдық емес па біз? Ғылымда да дәлелденді ғой ол. Неше түрлі ауру таралатын генетикалық уровеньде білесің бе оны сен? Ақылтай, дәстүр өзгеру мүмкін ба? Тұра тұршы, мен сенің құндылығыңды что-то түсінбедім. Сен маған мынаған жауап бер. Сен немере қарындасыңды аласың ба? Ертеңгісін дәстүр өзгеру Аласың ба мүмкін деймін ба? немере қарындасыңды? Дәстүр өзгеру мүмкін ба? Немере қарындасыңды аласың ба дедім? Қарашы, дәстүр өзгеру мүмкін ба? Немере қарындасыңды аласың ба? Ертеңгісін, қарашы, Ақылтай, ертеңгісін. Мен мынаған 1000 рет айттым. Дәстүр өзгеруі мүмкін, ол динамикалық құбылыс. Қазақтың өзі айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп. Ал сен әлі сұрап отырсың соны. Маған жауап бер, Аласың ба немере қарындасыңды? Болды. Ақылтай, ертеңгісінде дәстүрдің өзгеру ықтималдығы тұратын болса, сен айтқандай, немересі қарындасын алуға келіп қалу ықтималдығы бар ма, жоқ па? Жоқ. Онда өзгермей ма? Оған қатысты түсінікті ғылыммен бекітіп алдық қой біз. Неге қалай ғылыммен бекітіп алдың сен? Сен қалай ғылыммен әлі оқымағансың ба не? Жоқ, сен родственные браки чем опасны деп Гуглға ма жазып көрші, көке? Жоқ, тыңдашы мені. Өзің жек көретін. Болды. Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Болды. Егер сенің ойында... Әй, жауап бер. Аласың ба, жоқ па? Тыңда, сен қазір дәстүр өзгереді. Аласың ба, жоқ па деймін немере қарындасыңды. Дәстүр демек өзгермеу ықтималдығы бар ма сенің ойынша? Аласың ба, жоқ па? Неге сен қашып тұрсың? Ей, өзгереді деп отырмын, қайта сұрай берген не қылып отырсың? Енді өзгеретін болса, логикалық тұрғыдан ертеңгісін шариғатқа сай өзгеруі мүмкін ба? Ықтималдық бар ма? Жоқ. Жоқ деген 100%-ні қалай шығардың сен? Шариғат келмейді біздің елге, білесің бе оны? Неге? Ей, ол ислам бойынша да солай ғой, білесің ба? Ислам бойынша қиямет болған кезде уже жақындағанда мұсылмандар болмайды екен жер бетінде. Неге қашып жатсың? Мен саған айтып отырмын. Ақылтай, қарашы, ертеңгісін ықтималдық бар ма? Жауап бересің ба, немере қарындасын аласың ба, алмайсың ба, не қуып отырсың? Судыраңып, дүмшелікпен айналысып отыра беру әйтеуір. Анарлары толысқан, тырсылдап тұрады, 40 жыл бойы жыныстық қатынаспен түсесің деген әңгімені тыңдағанда бәле дейсің. Маған сұраққа жауап бер енді. Мен мынаны түсіндірейін деп жатырмын да, Ақылтай, қара. Егер біз айла хукм дейді, следствие причина. Аласың ба, жоқ па? Аласың ба, жоқ па? Немере қарындасыңды. Бір нәрсені деп бекітсең, немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па деп отырсың. Бір нәрсе деп бекітсең, Ақылтай, мен саған үйретіп жатырмын. Онда ол причинасы... Сен маған үйрететін адам емессің. Сенің моралің маған қайшы, білесің бе оны? Аласың ба немере қарындасыңды? Ақылтай, сенің моралің қазаққа жауап бер. Бір сұраққа жауап берген жоқ. Мына дүмше бір сұраққа жауап бере алмайды ғой. Мен қашу құлығыңды мен білемін. Мен сен қашпай тұрмын. Сұрақ қойып отырмын. Сен сұрақтан қашып отырсың өзің. Как раз. Сен маған мынаны айтып берейші. Ертеңгісін жауап бер. өзгеретін болса. Немере қарындасыңды аласың ба? Алмайсың ба? Мен сені түсіне беремін әлі, ей.
болды. Немере Мына қара. қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? Мына қара. Әдемі тұр. Жауап берейін. Ақылтай, Еркекке еркектің түрі әдемі екенін айту енді мен үшін білмеймін. мен сенің балаң айтпайсың ба әдемісің деп? Ол мен балам ғой. Еркек дейсің ба не? емес па? Сен балаңды еркек дейсің ба не? Әкең айтпайсың ба? Айтшы еркек деп. Мен Әкең әкеме айтпайсың. түрі әдемі екенін айтпаймын. Неге Айтпайсың айтуым ба? керек? Сен әкеңе түрің әдемі екен деп айтып жүрсің ба не? Айтамын мен әкеме. Иә, әке әдемісіз деймін. Не болды? Қандай проблема? Неге сен сен неге айтпайсың? Көлденең көк аттыға айтып отырғаныңды білесің ба? Просто не себеп Енді сен менің сұрағыма жауап бер, қашпа. Нұржан, тайкюге қашпа дегенде бәле дейсің, мен бір сұрағымнан қашып отырсың ғой. Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Ақылтай қара. 33 сүре, 50 аят. Вам дозволены деп келеді. Сен оны алуға рұқсат деп тұр, саған халал деп тұр. Сен аласың ба, жоқ па? Болды. Ақылтай, сұрағына жауап берем, қазір үндемей отыр. Егер жағдай солай болып тұрса, және салт дәстүр ертеңгісін сол шариғатты өзгереді деп айттың, өзгеріп келсе, саған ол дұрыс па, сен аласың ба, алмайсың ба? Саған қазақтың салт дәстүр соған өзгеріп келсе. Аласың ба, Сен жауап бердің ба? Алсайшы. Сен жауап бердің ба? Айта қойшы кәні. Бұл саған сол бұл айтып бұл исбатлады. Саған сұрап, сен жауап беріп, қателесіп қаш мен ұстап алайын. Почему-то қателеспей жатсың сен. Жоқ, қателесіп. Жауап бер, немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Ақылтай, мен саған айтып тұрмын. Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Шариғатпен ертеңгісін дәстүр сәйкес келіп Немере қалатын қарындасыңды болса, аласың ба, жоқ па? сен айтқандай, онда саған дәстүр дұрыс па, дұрыс емес па? Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Ақылтай сұрақ. Қазақтың дәстүрі өзгереді. Сен өзгеретін болса, немере қарындасты алуға болады десе. Аласың ба, алмайсың ба? Дәстүр. Дәстүр динамикалық құбылыс. Қазақ оны тозығы жетті десе, ол дәстүрден бас тарта алады. Болды. Енді демек. Шариғаты бойынша сен